Екінші бөлім, бірінші сурет. Түн ортасы ауған шақ, сол бұрынғы кабинет, бюро жалғасып жатыр. Елеусіз қалғып отыр, тек Голощекин қатты сөйлеген кезде көзі бағжаң етіп, басын көтеріп алады, басқалар да қажып, үнжұрғасы түсе бастаған. Голощекин әлгі бір қорқақтығын ақтағысы келгендей жорта жайдарланып, сонымен күн күркіреді, найзағай шартылдады. Енді біздің әңгімемізді мына ауа-райы сияқты сабасына түсетін шығар. Кәне, Мүсірепов жолдас, мына бізге жөндеп түсіндіріңізші. Ел қырылып жатыр, мал қырылып жатыр дегенді қайдан алдыңдар? Мүсірепов сабырмен. Жолдас Голощекин, өзіңіз білесіз, мен крайкомның іс сапарымен ұжымдастыру науқаны қалай өтіп жатқанын бақылау мақсатымен Павлодар жақта болып қайттым. Одан кейін Торғайды араладым. Бәрі де сонда көргендерім. Ойдан қосылған еш нәрсе жоқ. Голощекин қуақыланып. Кәне айта ғой, жазушысың ғой, біз көз алдымызға елестететіндей етіп айтшы. Мүсірепов, мен айтсам, жазушы ретінде емес, крайкомның өкілі ретінде ресми айтамын. Әйтпесе, жазушы әсірелеп тұр деуіңіз мүмкін. Голощекин, оныңа да келістік. Мүсірепов, жолдас Голощекин, мұндайды асылы көзбен көрген дұрыс болар. Голощекин лезде ашу шақырып. Жа, ақыл үйретпе, кабинетшілсің демекшісің ғой. Көрерім менің орнында болсаң. Мүсірепов шатынан қырап тұрып, сабыр сақтап, ендеше тыңдаңыз да көріңіз. Екінші сурет. Қорқыт күйі ыңырсып тұрады, сұрқай дала, сұрқай киіз үйлер, кейбірінің туырлығы түсіп, кереге қаңқалар ырсиып көрінеді. Сол мелшиген үйлерге биіктен көз тігіп екі адам қалт тұрып қалған, бірі Нұрхан, бірі Мүсірепов. Аулақта шие бөрілер шулайды. Нұрхан, міне. Әлгі мен айта беретін ауыл. Мүсірепов құлазып, қыбыр еткен жан жоқ, ит түрмейді. Нұрхан шошынғандай, үрерге иті сығарға биті жоқ деген осы боп жүрмегөй. Мүсірепов, сіз айтқан күләнда осы ауылды ма? Нұрхан дауыс дірілдеп, ие. Мүсірепов, онда бірден сонда соқпаймыз ба? Нұрхан ақырып, жоқ. Ғабит бірден баруға жүрегі түскір дауаламай тұр. Ұсқыны жаман ғой мына жұрттың. Әуелі тірі жан жолықса хабар білейік. Олар төбештен түсіп бірінші үйге таяқ келеді. Кім бар ей? Қайталап, кім бар ей? Мүсірепов, ешкім жоқ. Нұрхан, кім бар? Айқарма есікті итеріп ашады. Жүк жиюлы аяқ табақ жиһаз мүлік орнында, бір бүйірде ақ шымылдық есіктен емген желмен желбіреп тұрады. Кім бар? Мүсірепов, ешкім жоқ. Нұрхан, шымылдықты түртіп қалған сол ақ берде күл болып сау етіп сыпырылып түседі. Ойбай! Мүсірепов селк етіп, о не? Нұрхан, Ғабит мынаны қара, екеуі де бейбақтар құшақтасып жатып жан тапсырыпты. Ішінен күбірлеп аят оқып бетін сипайды. Мүсірепов, күйіп кеткендей, екеуі де опат, екеуі ғана мәкен, бір тайпа ел ғой, екеуі балалы шағалы болар еді. Бір шаңырақтан қаншама отау бөлініп шығар еді. Нұрхан, көзінің жасын сілкіп, қой шырағым, сескеніп қаларсың, үңіле берме, кетейік. Шегіншектеп, есікті мұқтап жауып кетейік, әлгі лағнет шиберлер бекер шулап жүрген жоқ. Үшінші сурет. Көкіл күйі сарнайды. Екінші жүк жиюлы қазан-ошақ орнында, бірақ бәрі қаңсып тұр. Бір бүйірде бесікке асылып келіншек отыр, ұйықтап кеткен сияқты. Нұрхан, апырай, Ғабит мұнда біреу отыр. Мүсірепов, я отыр. Нұрхан, ау жарқыным, кісілер келді үйіңе. Дыбыс жоқ, естімеді. Келіншектің иығынан тартады. Омырауын балаға тосқан күйі аңырып бері қарағанда бесікте жансыз жатқан бала көрінеді. Ау, байғұс-ау, не болды? Әйел оларды елемей айдалаға қарайды. Мүсірепов есікке тұра ұмтылып көмекшілерді шақырады. Мұнда тез, бер бұрылып. Ей, ит озбырлық, Голощекин осыны көзімен көрмейді. Нұрхан, ол құдай, көзін шел басқан құдайсымақ. Мүсірепов, мұндайды көрсе рахаттаныма тіп қорқамын. Нұрхан, ондан оу, олып жүрген қорқау қасқырлардан несі артық? Мүсірепов, қорқау қасқырды табиғат обасында солай жаратқан. Голощекин адам баласы ғой. Нұрхан, адамнан шыққан қорқаулар қасқырдан да қатыгез. Көмекшілер кіреді. Ай, бәрібір қатарға қосылмас. Келіншекті иығынан тартып, күләнді аман ба? Әйел тіл қатпай аңырып шаңыраққа қарайды. Көкіл күйі күңіренеді. Мүсірепов көмекшілерге,
Бүкіл ауылдан бірінші көрген тірі адам өліктен айырмасы шамалы, тамақ беріп көріңдер. Көрер жарық сәулесі болса тірі қалар. Әлдегенге кіжініп арсыздар. Көкіл күйі күңіренеді. 4-ші сурет. Ақсақ құлан азынай, келесі ақбоз екен. Бір жақсылық бар болса тек осы үйде ғана сияқты көрінеді. Сол үмітпен Нұрхан барып ішінен шеғаптаған киіз есікті түріп ашып кеп бергенде іштен кілең қара дию ібілістер биін көріп шошып шегінеді. Нұрхан Субханалла, Субханалла мүсіреп мойын созып. Ендігі сұмдық не сұмдық? Нұрхан шаңыраққа қарап, ах жауыздар бәсе, түндіктен түскен екен ғой, құзғын қарғалар, құзғын тазғаралар. Мүсірепіп іргеден туырлықты көтеріп көріп, Данте суреттеген тамұқта мұндай албастылар алапаты жоқ сияқты. Мынау үйді тозақ оты лапылдайды, қара албастылар ойнақ салады. Қырқадан қырсық шалған сорлы ел, тазғара, тасыраңдаған сұмзаман ахұрып, арамыздан азап арылмаған, төбемізді қырсық жайлап, кеудемізге қорлық қыстаған неткен еледік. Көмекшілерге ақырып, тез өртеп жібер мынау тозақ толы үйді, індет таратады. Нұрхан домбырасын шертіп мұңлы жыр реквиемге басады. Жалғыздап қадақ ел қалған, есіктері ашылып, сирағы сидам сырықтай, білегі күйген шыбықтай, саусағы солған сүліктей, табаны қара сүріктей, тырнағы темір күректей, кірлері ағып сүмөктеп, жылай алмай ыржаңдап, жүре алмай жүр бұлғаңдап, мас болғандай маужырап, сүйектері саудырап, сөйлей алмай күрмеліп, аңырсып жүріп күңіреніп, көрінгенге сүрініп, сүйретіліп жүргеліп, жерден тауып, жеп тоймай, өлмеші жан күн көріп, қабырғалаған неткен жан, дүниеден безіп кеткен жан, таусылмайтын күнделіп, термежір алыстан естілгендей болады да шам сөне береді. 5-ші сурет. Жарық кабинетке түседі. Бюро мүшелері қалжыраған түрі бар, елеусіз бас төсіне домалап қор ете қалады. Құрамысып, бүйірінен түртікке береді. Голощекин тесірейіп қарайды. Голощекин: естідіңдер ғой мына жазушының не айтқанын? Дауыстап: естідік, елеусіз. Апалақтап естідік. Голощекин: естісеңдер, осының осы айтып тұрғанына сенесіңдер ме? Елеусіз жан-жағына қарап: сенеміз. Голощекин ашуланып: қалайша сенесіз? Елеусіз: апалақтап: қайдан білейін, жаңа біреу өлең айтты ғой, демек жағдайлары жаман емес та. Аш адам өлең айтушы ма еді? Голощекин күйініп кеткендей: міне, біздің ел басқарып отырған көсемнің түрін қара. Иванов мырс етіп: басқартып қойған кім? Голощекин шап ете қалып: мен. Сол ғой айтпағың. Пролетариат диктатурасы. Ал елеусіз жолдас жұмысшыдан өсті. Иванов: өсуіне қарсылық жоқ, өзіңіз емес пе көсемнің түрін қара деп мүсет той тұрған? Исаев: жолдастар, негізгі әңгімеден аулақтап кеттік. Меніңше, Мүсірепов жолдас сөзін әлі аяқтаған жоқ. Тыңдайық. Голощекин: қыласыз, ал тыңдайық. 6-шы сурет. Сейтек, Заманай. Сахна буылдыр, будақ түтін, түйдек, бұл тарасынан Мүсіреп пен Нұрхан сұлбалары қылт көрінеді. Нұрхан: ешкімге қиянаты жоқ, залымдығы, қулық сұмдығы жоқ еледік, қабитау не жаздық? Мүсірепов: иә. Завал дейтін завал емес. Нұрхан: бұрынғылар айтатын еді, әр адамның ғұмыр кітабы болады. Адам не істесе, не айтса, соның бәрі ғұмыр кітапқа табанда жазылады. Кінәсі яки күнәсі болса, завал соқпай қоймайды. Қиянат қылса алдынан шығады, жақсылық қылса о да алдынан шығады дереді. Мүсірепов: халық айтса, қалып айтпайды. Нұрхан: ендеше мына зорақы заман завалы кімге? Кім тартпақ? Голощекин бе? Әлде одан да зор біреулер бар ма? Мүсірепов: Голощекин қол шоқпар ма деп қорқамын. Нұрхан: онда тып-типыл болдық десеңші. Мүсірепов: әлем алдында тұтас бір халықта қырып қойып, кеңес өкіметі қол қусырып отырмас. Аулақтан кейбіреулер шуылдайды. Нұрхан басын күйзеле шайқап: әй, тірі қалар ма екенбіз? Осы сойқанды Сталин білсе, Голощекиннің көзін жояр еді-ау. Мүсірепов түнері басын шайқап: Голощекин Сталиннің қолындағы көсеуме деп қорқамын. Нұрхан абыржып: қой ойбай, менен басқа ешкім естімесін. Мүсірепов:
Qostanayda men Zinovьевпен жолыққанымды айтып бедім, Нұрхан. Ал, Мүсірепов айдалада біреу естіп қоятындай абайлап жан-жағына қарап, мына біз алып жүрген азын-аулақ көмекті аштарға деп бөлдірген сол Зиновьев. Нұрхан, ойбай, кәдімгі Мәскеудегі Зиновьев пе, Мүсірепов? Бейхабарлығына таңданғанда, иә, қазір ол Қостанай облаткомы. Нұрхан түсінбей, немене? Сонша төмендігім бе, Мүсірепов? Сазарып. Солай болғанда, Нұрхан шыдамсыздан. Ал, Мүсірепов, мен одан бұл қырғынды Сталин жолдас білеме деп сұрадым, Нұрхан. Ал, Мүсірепов, дардай кісінің шыдамсыздығын ұнатпағандай. Білет дейді. Нұрхан. Ал, Мүсірепов, сенер сенбесімді білмеймін, Нұрхан. Апырай, Сталиннің жан ашымаса, Құдайдың да жан ашымағаны ғой, Мүсірепов. Солай болғанда, ойланып, ал, Голощекиндікі көпі көрінік зорлық, зорлықтың түбі қорлық, қорлықтың түбі құлтақыр. Сонда көрдік біз пақыр. Нұрхан. Голощекин біздің жерді өртей беретіндей не жаздық? Осы өрттің отына бас сирақ үйтемі қайтеді. Сондай бір зымиян ой жоқ па? Мүсірепов. Елдің егесі, бөрінің тәңірісі бар Мәскеудегі азаматтарымыз Рысқұлов, Нұрмақов қарап қалмас, Нұрхан. Ал, Алматтағы азаматтар не бітіріп отыр? Тек басшылығы бере ме? Мүсірепов күрсініп алысқа қарап. Ұлық өзінен ақылдың аттайды, орынды алып қояды деп қорқады. Біздің беткөстер білімді арлы азаматтарымызды Голощекин сырттатып берді. Алматыда қалғандарына күн көрсетпейді. Ал соның сөзін сөйлеп, сойлын соғатын Құрамысов сияқтылар қомпиып отыр, Нұрхан. Қомпиып емес, қортиып отыр десеңші, Мүсірепов. Дұрыс. Қолынан қайыр бермейтін қортиғандар бей болды. Халқым деген адамға ұлтшыл деген қарғыс таңбасы басылады, Нұрхан. Ұлтшыл атанбас үшін халықты жек көріп қыра беру керек пе сонда, Мүсірепов? Құрамысовтар сондай. Құрамысовтар құрымайыншы берекеміз кірмейді, Нұрхан. Сүзелер еді бұл заман, пейлі жаман пендені кетіс астына жер тартып, Мүсірепов ашынып. Әзірше бейгүнә бейбақтарды тартып жатыр. Буалдырға қол соз. Әне, біреу келе жатыр. 7-ші сурет. Көкіл күйі, мұнар көк тұман, түтін арасынан басын қара орамалмен шандып, жыртық шапанды белінен буып алған, аяғына керзі етік киген, кексе жүзді жүдеу әйел көрінеді. Бұл Амангелді батырдың жары Балым еді. Арқасында дорба, Нұрхан. Жақындап барып, апырай, тірі жан баласын көретін күнде бар екен ау, кімсің жарқыным? Балым, миығына мысқыл үйіріліп. Ат арса тулақ, адам арса аруақ. Тіктеп қарап, танымай қалдың ба, ақын қайыным? Мен Балым, Нұрхан. Шырпыр болып, ой, Құдай. Балымды құшақтап көрісіп, ардагер Амангелді ағамнан қалған алтын жеңгем анықтап қарап, мына нәубет сенің де нұрыңды алып тау, қайран жеңешем. Мүсірепов шерға жалт қарап, не дейді? Сіз Балымсыз ба, батырдың жары? Армысыз, Балым? Балым, бар бол шырағым. Нұрханға қарап, бұл қай бала? Нұрхан көтеріңкі, бұл жазушы Ғабит Мүсірепов. Батыр туралы кітап жазбақ ниеті бар еді, Балым. Үхлепе, шырағым. Ораза намаз тоқтықта деген батыр туралы әңгіме шертіп кітап жазар кезбе бұл, Мүсірепов. Дұрыс айтасыз, Балым. Әуелі өрттен шығып алайық, айнала өртті көрсетіп, батыр туралы нелер кітап жазылар, Балым. Қатқыл. Өртті салған қай жендеттің қолы, Мүсірепов. Ызғарлы мысқылмен. Қазақстанда әлі кеңес өкіметі орнамаптымыз. Қазақстанда кіші октябрь төңкерісін жүргіземін дегендердің қолы, Балым. Балым. Бойын тіктеп, Қазақстанда кеңес өкіметі орнамаса, Амангелді сынды батырлар не бітірген, не үшін жан пида болған, Мүсірепов? Октябрьдің дауылы Қазақстанды жанай өтіптіміз. Сондықтан жаңа дауыл тұрғызамын деген сол бір сойқан әрекетке рұқсат та берілген, Балым кекесімен. Сондағы кіші октябрь төңкерісінің сықпыты осы ма, Мүсірепов баяу? Осы болғанда, Балым екпіндеп, әддіре қалғыр, қадіре қалсын мұндай кіші төңкеріс. Мүсіреповке көзінен от шаша қарап, әй жазушы, бір тірі жан қалса сен қаларсың, сен аштан өлмессің. Мүсірепов сөзін бөліп. Аштан өлмесем де азаптан, жан азабынан өлермін, Балым.
Өйтпесең жазушы боласың ба? Халық қасіреті жүрегіңді жараламаса, несіне жазушымын дейсің? Айта бар ана, жарты құдайыңа да, оның жандай шаптарына да, күні кеше айналаны нұсқап, нар жайылған, жау қайырған қайран жерді өрт қалдырған албастылардың ақыры қаза, түбі қаза, жазаға жаза. Мүсіреп мырс етіп. Құдайлардың құлағы тосаңдау, айғай салып айтпасаң естімейді, айғайлап ақ айтармын балым. Айт озбырларға, елдің қырылғаны қырылып, қалғаны мына іргедегі Шеләбі, Башқұрт, Орал, Қорған, Түмен ауып кетті. Ол жақта мұндай сойқан жоқ. Мүсірепі. Біз аштарға азын аулақ азық-түлік үлестіре шыққан жәрдемшілерміз. Қолын шошайтып, әне ана арбалар. Біз соны беретін тірпенде таппадық. Кімдер бар? Кімге береміз азықта? Балым, ызғарлана. Кеш қалғансың жарылқаушы. Мен де өзің сияқты жәрдемші бригада құрып, Башқұрттан, Баймақ деген елден астық алып келдік. Соны үлестіретін жанды бізде таппай қалдық. Арқасындағы дорбаны көрсетіп, мынаны үйде қалған кемпіріме алып бара жатырмын. Әй, бірақ бұйырар мекен. Мүсіреп, сонда, балым сөзін тез бөліп. Сонда еңбегің еш тұзың сор байғұс бала. Әкелген астығыңдан Алматыдағы шала құдайыңа апарып, өңешіне тық қақалы бөлсін. Мүсіреп, жоқ балым жеңеше, олай демеңізші. Халық тып-типыл қырылмаған шығар. Балым аңтарылып. Кеудесінде жаны бара қопаға қарай кетті-ау деймін. Мүсірепіп, соларға жетейік, жол жөнекей шуап бара жатқандарды қуып жетейік. Балым торыққырды. Әй, білмеймін. Енді ел болып оңбаспыз да. Мүсірепіп, өтінгендей. Олай деме жеңеше. Омыртқаң опырылса да рухың сынбасын. Балым сұқтана қарап. Ақылды сөз шықтау аузыңнан қайным. Әй, бірақ халқының омыртқасы опырылып қана қоймай, рухы да сынып кетті-ау деймін. Мүсірепіп, рухтана. Қайрат қыран, қайғы жылан, қайғыра бермей қайрат қылайық. Аспанға қарайды. Я, қайрат қылайық. Балым, аспаннан не іздейсің қайным? Аспанға қанша тесіліп қарасаң да, періштелер көрінбейді. Құдай да, өкімет те бізді ұмытқан. Мүсірепіп, біздің елді қырқадан қырсық шалғаны рас, бірақ қиядан қысыр, арманнан ада болмайық. Үміт үзілмесін, жол көрсетіңіз. Босқындарды қуып жетейік. Балым екі ойлы. Бетінен тозақ оты лапылдаған мына даладан кімді іздеп табар екенбіз? Мүсірепіп күйінгендей. Тұяғы күйген тауықтай осылай тұра берсек, әрине ешкімді де таппаймыз. Балым, тәуекел етіп, халық үшін шырылдаған қарлығаш жанды ұл екенсің, тәңірі бетіңмен жарылғасын қайным. Айт ана арбы кештеріңе, көліктің басын қопаға қарай бұрсын. Нұрхан, баталмай, апырай жеңешай, арғауылды да көргенсіз-ау сонда, күләнді аман бекен. Балым, Нұрханға аянышпен қарап. Қайран ақын қайным, адамдар аң болып, бірінің етін бір жеп, қуғылқыннан басқаның бәрін тәрк еткенде сен сұлуды ойлайсың, сүйгеніңді ұмытпайсың. Нұрхан сескеніп, айтшы жеңеше, не болды, көрдің ба? Балым, Нұрханды маңдайынан сипап. Дүниенің оты сөнді ме деп едім, жылт еткен бір шоқ бар екен ғой, басын изеп қамығып. Махаббат шіркін шоқ қой, сол шоқ сөнбесе өмір өлмейді. Нұрхан жалынғандай, айтшы жеңеше. Балым, мен Қызылотауда соңғы рет көргенде күләнді сұлу тіреді. Әй, бірақ бұрынғы күләнді емес-ау. Кідіріп көрсең, көңілің қалып жүрмесін, жазған-ау. Аштық ит алдыменен ажарыңды алады екен ғой. Нұрхан өзеурей, мейлі жеңеше, әйтеуір тірі болса. Балым, онда тез жет, сорлы ғашық. Бәлкім әлі тірі шығар. Ғашықтар тез өле қоймайды. Залға қарап, шын ғашықтар тірмізіп келеді. Мүсірепіп залға. Дүн-дүние тек махаббаттан жаралса, аштық даулаққа безіп кетер еді. Нұрханға, тез, Нұраға тез жетіңіз. Енді жолымыз осы жерде айырылады. Сіз Күләндіға барыңыз, біз Балымға қарап, қопаға бәлкім батпақ қараға қарай кеттік. Нұрхан қимай, тірлікте көрісуге жазсын тәңірі. Екінші сурет. Күләндінің үйі кәрі әке шешесін мас белсенділер қол аяғын байлап тастаған, үйді тінтіп,
ет, құрт, май дегеннен түк қалдырмай арбаға артып жатыр. Bir жақтан күләнде жүгіріп жетет. Күләнде бұл не сұмдық, бұларыңыз қалай? Талтаңбай танау делдип, «Оу, жігіттер, ең үлкен олжаның өзі келді ғой». Әжібай таңырқап, пай, міне нағыз сұлу осы. Бурабай өңмінді, бәй, сендер барыңдар, үйде тінте беріңдер, бұл қызбен өзім сөйлесем. Күләнді, қарақшылар, босатыңдар, әкем мен шешемді, арсыздар. Талтаңбай, босатылмайды, олар бай құлақ. Әжібай қылжақтап, бетіңнен бір сүйгізсең мен босатамын. Ерінін дүрдитіп ұмтыла берет. Күләнді бетінен шапалақпен тартып беріп, Құдай-ау, кеңес өкіметі орнында ма жоқ па? Мына қарақшылар қайдан шыққан? Бурабай, өкіметке тіл тигізгенің үшін сотталып атыласың сорлы. Онында маған көн. Жандағыларға, әйда сендер шыға тұрыңдар. Талтаңбай екпіндеп, тапқан екенсің ақмақты. Мен де сұлу танимын. Әжібай оны итермелеп, жоқ, қыз менікі. Бурабай, мен соттың өкілімін. Жаңа ол өкіметке тіл тигізді. Өзім соттаймын. Екеуің шыға тұрайда. Күләнді оның қолынан жұлқынып шықпақ болып, соттасаң сотта, бірақ ана жазықсыз жандарды босат. Бурабай, айтқаныма көнсең босатамын. Өзеуреп қапсыра құшақтай береді. Көне ғой. Күләнді далаға қарап айғайлап, кім барсың жұртым? Тапатал түсті қарақшылар тонады. Талтаңбай, ешкім келмейді, дәметпей ақ қой. Әжібай, өзі дол екен. Бетімнен салып қалды. Бурабай, демек сені ұнатпайды. Аузың апандай, мұрның үңгірдей, сені қайтет. Әжібай тыржиып, сенің оңып тұрғаның қайсы? Сасық неме. Талтаңбай, өйтіп өзіміз таласпайық. Бурабай, кеңнің қызды қолынан тартқылай бастайды. Әжібай, бұлай түрей. Екінші қолынан тартқылайды. Талтаңбай, мен тұрғанда сен екеуіңе не жоқ? Қызды бұрымынан тартады. Үшеуі үш жағынан көк парша тартып жатқанда төбеден біреулер сақ-сақ күлет. Бурабай бұрылып барып, кімсіңдер? Төбедегілер сақ-сақ күлет. Талтаңбай бұрылып барып, мыналар кім? Әжібай шоршып түсіп, ойбай, Құдай ұрды. Бурабай, не болды? Әжібай тұтығып, Голощекин. Бурабай, не дейді? Сол кезде Голощекин мен құрамысып төбеде секеңдеп билеп жүреді. Талтаңбай, ойбай, жын-пері ғой. Голощекин мен құрамысып сақ-сақ күліп, селтең-селтең билеп жүреді. Голощекин сақ-сақ күліп, вот дикари, айттым ғой бұлар жабайылар деп. Құрамысып, рас айтасыз, Филипп Исаевич. Үшеуі бір қызға таласып жатыр. Талтаңбай, ойбай, рас Голощекин. Үшеуі де қызды тастай беріп, жан жаққа тымтырақай қаша жөнеледі. 9-шы сурет. Күй толғақ. Түндігі қара жалаудай желп-желп еткен киіз үй, маңдайшадағы қызыл отау деген жазу қисайып кеткен. Іште шашылып қалған кітап, әр жерде домбыра, гармонь. Төл түбінде бұралып жатқан адам Күләнді. Көйлегі дал-дал, шашы жайылып қобыраған. Нұрхан дауыс дірілдеп, Күләндәмісің жаным? Күләнді басын әрең бұрып, келдіңіз бе Нұраға? Кешіктің ғой, өте кешіктіңіз. Нұрхан, не болды? Көтерші басыңды. Күләнді кемсеңдеп, сөзді бөліп әрең сөйлеп, менің бұл түрімді көрмей-ақ, келмей-ақ қойсаңыз еді. Нұрхан, кешір Күләндәм, кешір. Не болды? Күләнді домбыраға әрең қол созып, не болғанын білмеуші ме едің? Білмесең айтайын. Кенет ғажаптан қайрат біткендей жырлап жібереді. Сұрасаң сырды сен менен, қорлығым бар ма көрмеген, тап қылды басқа бұл күнді, сағындым сауық күлкімді, аштықтан төзіп тұра алмай, артыма мойным бұра алмай, тастадым безіп жұртымды. Үйлі жан аштан қырылып, көмелмей кеттім бұрылып, ағайын туған жұртымды. Осындай нақақ күн болды, естірелге мін болды, ардақты адам әулеті, аштықтың келіп нәубеті, айуаннан бетер күнделді, мешелі жерге бара алмай, шайнауға бірдәм таба алмай, жұтаған малдай жол дөлді, кіш-кіштеп малын айдаған, бұйырған нанын шайнаған, сарғымыз сапырып, төскөйге бие байлаған, ақаулап өскен арды өлді, еңбегінен тілеген, ерлігінен үдеген, ен дәулетке молығып, еркелеп құстай түлеген, қайратты туған ердөлді. Сақылықпен қамы жоқ, сақтықпен жиған наны жоқ, сайраңдап жүрген серөлді,
тапқанына бір тойған, таппаса тілеп құдайдан, таңды күткен тамсанып, кедей кепшік демді өлді, көптігіне мақтанған, атадан алтау атанған, дәулетіне мастанған, қайратты туған дәуді өлді, туғанына қуанған, қайғысы кетіп уанған, әлпештеп сүйіп жұбанған, ат шаптырып той қылған, ардақты жалғыз ұлды өлді, әзілдесіп күліскен, қол ұстасып жүріскен, ғашықтықпен қосылып, тіл тартысып сүйіскен, таңдап алған жарды өлді. Елге бүлік салғандар, елді тонап алғандар, ала тасыр асырда, қызыл тұмсық болғандар, өкілдерге ергендер, екпіндей шауып келгендер, өз тойып өзгесін қалаға артып бергендер, әр нәрсеге сеп болды. Еркімді алып өңкөй қар, ай шұғылаңды көруге, арманда едім көңілім зар, енді өлсем арман жоқ, армандар жерім қалған жоқ, маған өмір не қадір, күләнді талықсып кетет шамсөнет. 10-шы сурет. Құзғын ұшқан дала, әрде қопалы қамысты көл көрінеді, әр жерде қарайып құлап жатқан адамдар, мүсірепов, балым, көмекшілер құлағандарды үңіліп қарап көріп жүр, тірі қалған табылмай тұр. Жандарынан талықсып, жылаған баланың үні шығады. Мүсірепов елең етіп, бала? Дау шыққан жаққа қолын созып, балым, жігіттер, анда нәресте жатыр, тұрамтылады балым. Мүсірептің соңынан жүгіріп, тірәу деймін. Мүсіреп, ойбай, жеңеше тірі. Анасының омырауын тырмалап жатыр. Арба кештерге, жігіттер, тез жетіңдер. Балымен кейіп, мына байғұс тірі ме екен? Жатқан әйелдің қолының тамырын ұстайды. Арба кештерге, су, тез. Аузына су тамызған соң әйелдің кірпігі қимылдайды, еріні ғана қыбырлайды. Баланы деп қайта талып бара жатты. Мүсірепов баланы көтеріп тұрып, міне балаң, көзіңді аш. Балым әйелдің төсіне құлағын тосып, әй, үзілді-ау сорлы. Әйел ыңырсығандай болғанда құлағын тосып, не дейсің, не? Аманат жеп қояды, кім жеп қояды? Әйел еріні қыбырлап, қолын көтермек болып, көтере алмай бас сылқ ете қалады. Үзілді бейшара. Балым бетін сипайды. Мүсірепов баланы көтерген күйі, иманды бол сорлана. Көмекшілерге, жігіттер, жүзін жасырыңдар. Балымға, енді мына жетімді өлтіріп алмайық, не амал бар? Балым қолын созып, маған бер, сүт жоқ, суға талқаншылап берейін, қайтер екен. Жаңа шешесі жеп қояды деді-ау, сірә бала жейтін біреулер бар болғаны ғой. Мүсірепов бейгүнә періштедей нәрестенің не жазығы бар? Нәрестені жегені арыятты жегені, нәрестенің бір аты арыят, оның арыят таза, оның бір аты әділет. Нәрестені жегені әділетті жегені. Балым баланың еріне шылаған талқан жұқтырып, бәсе талмап жатыр. Осыны жесең өлмейсің байғұс. Мүсірепке бұрылып, арыят, әділет пәділет деген бірдің айттың-ау қайным. Бала жегіштер аштар ғана емес, анау әлі қайда егін көтереді, солар балаған емес, бүкіл елді тұқым тұқиянымен жұтып жатқан. Бала жегенді ұстасаң соттарсың, ал бүкіл халықты жеп жатқанға не істейсің? Оларды ұстап соттағанның өзінде өлген қайтып тірілмейді, завалы қалай қайтады сонда? Мүсірепов жауабын таппай қиналып, сұрапыл сұрақ, жеңеше. Оларға тарих мәңгілік лағнат таңбасын басар. Балым екіленіп, менен кейінгі тарихты мен бір ұсталқанға да алмаймын. Оларға таңба басылғаннан халыққа не пайда? Қырылғандар қайтадан қатарға қосылмайды ғой. Мүсірепов алысқа зарыға көз тігіп, айтқаныңның бәрі рас, сен мен соттап тұрсың. Біз ұйықтап қалдық, біз ұйықтап қалған соң ел қырылды. Енді мынау баланы нұсқай, тірі қалса бұл ұйықтамас, есесін жібермес. Бар үміт осында, осыны өлтіріп алма жеңеше. Балым жұмсарып, өйтіп өзіңді өзің жазалама ғабит, сен елің алдында азаматтығыңды ақтадың, бірақ сараң тағдыр біздің халқымыздың маңдайына сендей азаматтарды аз бергені өкінішті. Халық үшін, халқының тіршілігі үшін жағаласып жан беріспеген өкімет сымақтар әдірем қалсын. Мүсірепов сұрланып, халқын қырып алып, орасан табыттың үстіне дастархан жайып, арақ ішіп, тарқылдап отырғандар бар екені рас, бірақ бәрі емес. Балым кергіп, білемін, жан пида деп жұлқынып шыққандар бар әрине. Мына бізді
Қараңғы қазақ деп ойлама, біз де сеземіз. Смағұл Садуақасовты, Тұрар Рысқұловты, анау әлгі Меңдешевті, Нұрмақовты біз де білеміз. Бірақ бәрінеге солар сияқты алыспайды Құдай-ау. Мүсірепов дес бермей кетті ғой. Голощекин тым күшті. Оның жанындағылар жанпидаға бара алмайды. Балым таңырқап, ей, мына мұңлық қайтеді-ей, өз омырауына үңіліп. Құдая тоба, қолымен менің кәремшегімді тырмалап тұмсығын тығып жатыр, Мүсірепов. О да таңырқап, шын жыласа, соқыр көзден де жас шығады жеңеше, мүмкін ипте кетерсің. Әлі басың жерге жетіп, қартайып тұрған жоқсың ғой, балым. Омырауын ыңғайлап, қырыңқырап балаға емшегін тосады. Уа тәңірі, көк тәңірі, тас емшекті иттен көк тәңірі. Сүт жоқты ғабит, сүт, Мүсірепов сұқтанып. Тегін адам Батыр Амангелдінің жары бола ма? Сен жеңеше әулие шығарсың. Балым көзінен жас ағып. Қонығып, құнжыңдауын қарашы жәдігер. Мынау жақсылықтың нышаны болар сірә, Мүсірепов. Әне, қап-қара бұлтта ыдырап күн көрінді. Сен ұланасың, балым. Сен жанын сақтап қалған осы ұлдан әлі бір тайпа ұрпақ дүниеге келіп, өлгендердің орнын толтырмақ. Орнында бар оңалар жеңеше. 11-ші сурет. Сол баяғы кабинет таң бозарып келеді, төл басында бюро мүшелері, төл қасында түрегеп тізіліп тұрған бесеу: Мүсірепов, Ватауллин, Алтынбеков, Қуанышев, Дәулетқалиев. Голощекин орнынан атырыла түрегеп: Сайрадың сандуғаш, сайрамасаң жазушы боласың ба? Бірақ бәрі жала. Қазақстанда болып жатқан ұлы революциялық өзгерістерге, кіші октябрьге жабылған жала. Революция құрбандықсыз болмайды. Ұлы француз революциясын алып қара. Сен оны білесің ба? Мүсіреп қасқая: білемін. Голощекин: білсең, Франциядағы ұлы революцияға қарсы Вандей көтерілісі болған. Революция Вандейді қанға бөктірген. Біздегі Вандей Қазақстан ұжымдастыруға қарсылық, кеңес өкіметіне қарсылық. Ол қарсылықты жою құрбандықсыз болмайды. Мүсірепов: қателесесіз, қарт марксшіл. Вандей монархияны көксеген. Қазақ, яғни Созақ, Шұбартау, Шыңғыстау, Адай, Торғай наразылық білдірсе, кеңес өкіметіне қарсы емес, Голощекинге, Голощекиншілдерге қарсы наразылық білдіріп жатыр. Голощекин: жала. Менің саясатымды Сталиннің өзі қолдап отыр. Маған қарсы келу Сталинге қарсы келу. Сондықтан Сталинге жала жапқан мына бесеуіңді атыласыңдар. 12-ші сурет. Мәскеу түбіндегі Сталиннің дачасы, веранда, тоқыма креслода Сталин, қарсында Голощекин. Ортада дөңгелек стол, стол үстінде кванчкара шарабы. Сталин ақ френч киген, Голощекин сұр френчте. Сталин бокалға қол созып: шая, сен алмай отырсың ғой, немене? Сталиннің дастарханын қомсынып отырсың ба? Голощекин қорқып кетіп: жоқ, Иосиф Виссарионович. Сидиған саусақтар дір-дір етіп бокалға тұрым толып: сіздің денсаулығыңыз үшін, Сталин жекіп. Ескі дост қайда? Турухан өлкесін ұмыттың ба? Онда мені Иосиф Виссарионович демей, Кобо дейтінің қайда? Ал мен ұмытпаймын сені, шая деп отырмын. Голощекин Сталинмен қағыстырмақ болған бокалы жеке ербиіп, ішіндегі шарап шайқалып, қолы қалтырып: құдай үшін тек мені шая деп атамаңшы, жалынамын. Сталин рахаттанып мырс-мырс күліп: шая болғың келмейді, ол сенің шын атың ғой. Шын атыңнан неге безесің? Голощекин төменшіктеп: қарғыс сатқан сонау бір өткен күндерді есім алғым келмейді. Сталин аяғансып: ендеше түгел алып қой қолыңдағыны. Голощекин бокалды асыға төңкеріп салады. Шараптың біраз төгіліп сақалына қат. Сталин бокалды қайта толтырып: ал, тартып жібер, Туруханның тарланы. Голощекин жалынғандай: ішпеуші едім, ішіме жақпайды. Сталин зілдене: ал, неге жақпайды? Қазақстанға барғалы молда болып кеткенбісің? Бұрын самогонның өзін судай сіміруші едің ғой. Кванчкара самогонға қарағанда Олимптегі құдайлар ішетін шарап. Айтпақшы осы сен сонда қатын балаңды тастап
Туруханнан қалай қашып кеттің? Голощекин сақалы дір-дір етіп. Иосиф, ол бұлай ғой, Сталин рахаттанып. Жоға, жап-жас әп-әдемі әйеліңді аты кім еді? Голощекин жылдам. Берта Иосифовна. Сталин, Берта Иосифовна. Сондай жақсы жарды жап-жас балаңды қиып қалай қаштың? Голощекин. Ол бұлай ғой, Сталин рахаттанып. Жа, қиналмай-ақ қой. Онан да ананы тартып жібер. Голощекин сөзге келмей бокалды төңкіріп қылқ жұтқанда, жұтқыншаға ойнап тұрады. Молодец. Бокалды шүпілдетіп қайта толтырады. Осы сен шая, Филипп Исаевич. Патша отбасын өзімен қоса сотсыз, тергеусіз, түп-түгел тып-типыл қылып тастағаның қалай? Есіңде ме? Екатеринбургті. Соның дәл түбінде. Голощекин ықылық атып. Мен Сталин рахаттанып. Жарайды. Ескі әңгіме. Сәл кідіріп, трубканы қағып. Бірақ деймін ау, патша мейлі. Патшаның неміс әйелді мейлі. Әлгі жандағы нөкерлер де мейлі. Голощекинге сілдене қарап. Ал қызметші, жалшыларының, аспаздарының, күтушілерінің не жазығы бар еді? Голощекин тілі көрмеп. Ол бұлай ғой, Сталин рахаттанып. Қиналмай-ақ қой, ескі әңгіме. Онан да ананы бір тамшысын қалдырмай алып таста. Голощекин жаны мұрнының ұшына келгендей бокалды қомағайлана көтеріп, аптыға қылқылдатқанда шашалып қалып, теріс айналып, көз шатынап, жас ыршып кетеді. Сталин жиіркенгендей кенет грузиншелеп. Могитга не могажу, сарру чаталах. Голощекин бет-аузын орамалмен сүртіп. Кешіріңіз, жолдас Сталин. Сталин жанығып айтшы. Шая Ицкевич, патшаның отбасын, қызметкерлерін түп-түгел өртедің. Мейлі, ал енді патшаның, оның неміс әйелінің басын кесіп алып, дорбаға салып, Мәскеуге алып келгенін қалай? Голощекин ықылық атып. Бұлай, Сталин рахаттанып. Оқасы жоқ, ойланып. Ал сонымен келген шаруаңды айт. Голощекин әлі өзін-өзі келе алмай. Келген шаруам Қазақстандағы қазіргі. Сталин бөліп жіберіп. Қазақстандағы қазіргі жағдай. Тоқыма орындықта әткеншек ойнағандай әрі-бері теңселіп. Айтшы, Голощекин, қазақтар қандай халық? Голощекин кенет тіріліп, сыпсыңдап. Ойбай, сұрамаңыз. Қолын ербеңдетіп. Жабайы. Тамақты қолмен жейді. Қасық, шаншқы дегенді білмейді. Сұмдық. Сталин қолын сермеп. Жарайды. Ал одақ көлеміне шығатындай ақын жазушылары бар ма? Голощекин ынтығып. Жазушы сымақтар бар. Шетінен ұлтшыл, шетінен Алашорда, әлгі Байтұрсынов, Дулатов, Жұмабаев, маңдайын сипалап. Аймауытов, Әуезов, шетінен қамау қалдық. Сталин тік қарап. Осы сен жақсы көретін қазақ бар ма өзі? Голощекин сасып қалды. Бар, Жантоқов, Құрамысов, Ерназаров. Сталин. Жантоқов, қай Жантоқов? Рысқұловтың үстінен арыз жаза беретіні ме? Голощекин. Рысқұлов өзгін әлі. Сталин. Неге? Голощекин әлгері ұмсына түсіп сыбырлап. Ол осында топ құрып жүр. Ол Түркістанда Совнарком басқарып тұрғанда әлгі мен айтқан Алашорданың бәрін Ташкентке жинап алды. Бәрінің кітаптарын шығартты. Тіпті Алашорда лидерлерінің бірі Жаһанша Досмұхамедовпенен бажа болды. Сталин. Қалайша? Голощекин құшырлана. Солай, екеуінің де әйелі апалы сіңлілі орыс қыздары. Бірақ қызығы соңында. Сталин. Ол қандай қызық? Голощекин жаныға түсіп. Рысқұлов ол әйелді де тастай салып, осы былтыр ғана жап-жас қазақ қызына үйленіп алды ғой, Сталин таңдына қоймай. Білемін. Кілт қадалып. Айтшы, шая. Голощекин. Осы Рысқұловқа неге сонша қаның қарайған? Голощекин абыржып. Өзі соқтығыса беретін. Голощекин Қазақстанды құртып жатыр деп байбаламдайды да жүреді, көре алмайды. Менің орныма өзі отырғысы келеді. Сталин асанатпай. Жетер. Рысқұлов жаман, Ходжаев жаман, Нұрмақов жаман, Сәдуақасов жаман, қазақтар түгел надан. Сонда кім қалды? Осы Яков Сверлов марқұм сені неге мизантроп деген? Голощекин шошып. Оны қашан айтыпты? Сталин. Айтқан. Жұрттың бәрін жек көресің. Кенет жұмсарып. Қапаланба.
Қаталдық та керек, бізге солқылдақтық жараспайды. Сонымен ұжымдастыруды тездетесің ғой, Голощекин орнынан ұшып кете жаздап. Тездеткенде қандай, бірақ, Сталин, не бірақ? Голощекин абайлап. Сіз табыстан бас айналу атты ғаламат еңбегіңізде, Сталин шорсызып. Оның саған да, Қазақстанға да қатысы жоқ. Қарқынды үдете түс. Қазақстанда мал көп, ал Мәскеу, Магнитогорск, Кузбасс, тағы басқа көп өндірісті қалаларды етпен, астықпен қамтамасыз ету керек. Соны жеделдет. Тұң ба? Шайя, байқа. Голощекин орнынан атып тұрып, құп болады, рахмет, Иосиф Виссарионович, бірақ, Сталин қасы көтерді. Не бірақ? Голощекин сәл кідіріп, әлгі Рысқұловтың шабуылынан қорғасаңыз болғаны, сессия сайын, пленум сайын мені сынағаннан басқа жұмысы жоқ. Сталин мырс етіп, қорықпа, Шая. Голощекин, ойбай, ол дүлей, сырын білмейсіз. Сталин, білеміз. Ондай асаулардың талайын ауыздықтағанбыз. Голощекин елпектеп, рахмет жолдас Сталин. Сталин, не айтайын деп едің, айта бер. Голощекин, соның өзін Рысқұловты айтамын. Совнаркомға отырғызып, желкемізден қыдыңдатып қоймай, бұлай нетігі болмай ма? Сталин ойланып, әр нәрсе өз уақытымен. Библияны ұмытпаған шығарсың. Всему свое время. Время насаждать, время вырывать, время собирать камни, время разбрасывать камни. Бұрынғылар жаман айтты ғана. Голощекин асығып. Ақылды айтылған, Сталин. Ендеше кесет, Шая. Тездет, жылдамдат. Голощекин ант ішкендей. Аянарым жоқ, жолдас Сталин. 13-ші сурет. Бюро. Түрегіп тұрған бесеу: Мүсірепов, Гатауллин, Алтынбеков, Қуанышев, Дәулетқалиев. Голощекин, атыласыңдар, бесеуіңді атыласыңдар. Құрамысов, атылады, сотқа беру керек. Жантоқов, бәрді пан-тюркистер атылсын. Исаев, сабыр етіңдер. Иванов, инквизиция болмасын, социализм. Инквизиция емес, орта ғасырларға қайта оралмайық. Голощекин, сандырақ. Социализмнің қас жауларына аяушылық болмайды. Құрамысов, партиядан шығарып сотқа беру керек. Жантоқов, атылсын. Голощекин Мүсіреповке, не амал, сені ажалға қимай-ақ қоюға болар еді, бірақ сен түзелмейсің. Саяси бүкір адамсың, ал бүкірді тек мола түзейді. Мүсірепов тіп-тіп шалқақтап, ал сіз саяси авантюрист адамсыз. Кіші октябрь, асыра сілтеу, бәрі авантюра. Елеусіз. Аяғандай қарағым қабитайтым, тіресе бермесеңші. Мүсірепов елеусізге қарап, атам қазақ айтқан, шалқайғанға шалқай, пайғамбардың ұлы емес, еңкейгенге еңкей, әкеңнен қалған құл емес. Голощекин бюро мүшелеріне қарап, айттым ғой, саяси бүкір адамды тек мола ғана түзейді деп, атылсын. Мүсірепов, атыңдар. Голощекин, Құрамысов, Жантоқов, біз халық қырылып жатқандықтан атыламыз, ал сендер халық қайта тіріліп кеткендіктен атыласыңдар. Халық қайта тірілгенде сендер екі дүниеден де орын таппай қаласыңдар. Сендер сияқтылар бұрында болған, сендер сияқтыларға дан тайтқан, қарабетті аспан қарғап, тамұқта оны қабылдамас деген қасқыр қарызынан терісін беріп құтылады, ал сендер қисапсыз қылмыстарыңнан мәңгі бақи құтыла алмайсыңдар. Ал атыңдар. Сахна жабылады.